Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Радон ваннасындағы көлемі 1 дециметр куб суда 1,8 дәрежесі радон атомдары бар. Соның қанша молекуласына радонның бір атомы сәйкес келеді. Алдымен біз балалар осы 1 дециметр кубтағы судың молекуласы санын есептеп алайық. Ол үшін ең тең болады. Ең судың молекуласы санын есептеп алайық. Ең бөлінген ена деген қарапайым формуланы жазамыз. Бұл жерде судың массасын ро көбейтілген в түрінде есептеп шығаруымызға болады. Екіні бірге орнына қояйық. Ең тең болады ро көбейтілген в көбейтілген ен а бөлінген ең мольдік судың мольдік массасы ғой балалар 3. Есептеп шығарасырайық. Ең судыкі, яғни 1 дециметр кубтағы куб ыдыстағы судың молекуласы саны ең су тең болады. Тығыздығымыз 10⁻³ килограмм бөлінген метр куб көбейтілген көлеміміз 10⁻³ метр куб. Авогадро санын білеміз 6,02 10⁻23 бөлінген моль тең болады. Судыкі 18 10⁻³ H2O килограмм бөлінген моль. Моль мен мольді қысқартайық, килограмм мен килограмм қысқартайық, метр куб пен метр куб, яғни бірлігі шықты, есебіміз дұрыс деген сөз. 3 пен 3-ті қысқартайық, сонда 10⁻26 дәрежесі. 6,18 қысқарады, 3-тен 1 деп жазсақ болады. Сонымен 1 дециметр куб ыдыстағы судың молекуласы санын есептеп алдық. Ең су 3-тен 1 көбейтілген 10⁻26 дәрежесі екен. Енді балалар, бізде 1 дециметр кубтағы молекуласы саны 3-тен 1 10⁻26 дәрежесі болса, ал осы 1 дециметр кубтағы ыдыстағы радон саны 1,8 ен нөлевой деп жазайық, енді радонды күн. Ал болса, онда 1 радонға сәйкес келетіні ен x. Пропорцияға балар, бұл ешқандай қиындау жоқ, яғни 5 келган бетін 500 теңге болса, 1 келган бетін қанша деген сөз ғой. Сонымен ен x-ті есептеп шығара саламыз. Өте қарапайым формула. Ен x тең болады. Ен x ен су көбейтілген 1 радон бөлінген ен нөлевой радондағы осы ыдыстағы радон молекуласы санына бөледі екенбіз. 5-ші формула өте қарапайым есеп. Ен x тең болады. Судыкі бізде 3 астына түссін, 10⁻26 дәрежесі көбейтілген 1 радон бөлінген 1,8 10⁻6 дәрежесі радон екен. Қартайық, сонда бізде 1,9 дәрежесі молекула екен. Ен x тең болады 1,9 10⁻19 дәрежесі. Яғни 1 радонға келетін молекула, осы ыдыстағы судың молекуласы саны 1,9 10⁻19 дәрежесі екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.